Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен банофи пай пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқаны жарамыз және де қантымызды қосып шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында еріп тұрған кез келген 82% сары майды пайдаланамыз. Шанышқымен езіп жақсылап араластырамыз. Енді келесі кезекте құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізетін боламыз. Сонда біздің пирогымыз дәмді және де көтеріліп әдемі болып шығатын болады. Жарты шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дәл осылай жұп-жұмсақ болуы керек. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын. 20 минутқа холодильникке қалдырамыз. Енді қамырымызды өзімізге ұнайтын кез келген формаға дәл осылай қолымыздың көмегімен орналастырамыз. Мен 22 диаметрлі форманы пайдаландым. Дайын болған қамырымыздың енді бетін дәл осылай шанышқымен басып шығатын боламыз. Сонда біздің қамырымыз көтерілмей біркелкі болып піседі. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Кремін дайындайтын боламыз. Кез келген 33-35% сливкиді пайдаланамыз және де қант ұнтағын қосып, жақсылап өз формасын ұстағанша миксерлейміз. Осымен біздің креміміз дайын болды. Енді кондитер қапшығына құятын боламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын насатканы пайдаланамыз. Мен дәл осы гүл тәріздес насатканы пайдаландым. Насатканы пайдалану міндетті емес, кондитер қалташасына құйып, кремімізді әдемілеп құйып шықсаңыздар болады. Қамырымыз дәл осылай пісіп шықты. Бізге вареный сгущенка және де банан қажет болады. Сапалы вареный сгущенканы пайдаланғандарыңыз дұрыс. Сонда вареный сгущенка ағып кетпейтін болады. Қасықтың көмегімен барлық жеріне жағамыз. Енді туралған банандарымызды дәл осылай бетіне қоямыз. Мен 2 банан пайдаландым. Аяқ асты тәттімен шай ішкіңіз келсе, немесе қонақ келген кезде дәл осы пирогты дайындасаңыздар болады. Өте дәмді және де дастарханыңыздың көркі болатын пирогтардың бірі. Енді кремімізді пирогымыздың бетіне әдемілеп құямыз. Кремімізді құйып болған соң какао ұнтағын себеміз. Осымен біздің өте дәмді, тез дайын болатын банофи пай пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.